Бізде келесі аят немен басталып жатыр, қыздар? Васл хамза. Васл хамзаға лям әріп келсе, қандай хамза дыбыстайды? Фатқа қасырда ма? Не істейме мына жерде? Неге фатқа? Себебі қай кезде фатқалы болады? Васл хамзадан кейін лям келді ма? Все, кесілді. Ол фатқа болады бізде. Әлләзи. Одан кейін бізде не болды? Мәт тобиға екіге созу вәжіп. Әлләзи. 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 Екіге созу вәжіп. Ювас. Я, и, ю. Ювас. Ювас. Сен әріпті қандай сұқын? Бұрыннан бар сұқын. Хамс береміз. Рахуа. Истифаля инфитах. Және сафир. Ювас. Ювас. Ви сосын қараңыз, көпшілік қандай қателеседі? Осы жерде ви дейді, ви. Мына ерін сәл күрек түске тисе, онда в әріп бар ғой, соны дыбыстап қалады. Ви дейді. Ви. Махраж. Ви. Тек ви деп кеп кетпесін. Ви. Ювас вису. Ювас вису. Ювас вису. Ювас вису. Фи мәт тобиға екіге созу вәжіп. Одан кейін қараңыз, мына жерде мынадай момент бар. Қараңыз қыздар, мұқият. Мынау судури болмайды. Онда мен дәлді қараңыз судури дот қылып атырым. Немесе дәлді жинешке қылам деп көбінесе қандай қателесті жасайды? Судури дейді. Сотқа. Болмайды. Не істейміз? Суду. Мана дот үйрендік ол сол секілді. Дуринна. Содан кейін шәмсе кіреміз, нұнды ең кемелі ғунна болады. Одан кейін син әріп жоқ жерде пайда болған арт сүкін мәт әріп келсе не болады? 4 кездамыз. 2 вәжіп, 4 алтыға жайыз. Біз 4 кездамыз. Себеп біз барлық аяттар 4-пен бастадық па, 4-пен бітіреміз. Син әріпті ақсы береміз. Хамс, рахуа, истифаля, инфитақ, және сафир. Енді бірге қайталық. Әлләзи. Ювасвису. Қиналып отырсың ба, Марал? Қараңыз, ювас сықырыңыз. Сықпаңыз. Ос керек, син керек. Ювас. Су. Ювасвису. Үйге кішкене көбірек жасамыз, та? Фи. Суду. Судуриннас. Судурин. Қарас, мен жалпы негізім не алып кетіп жатырмын, бөлек. Судуриннас. Сен дәл шындай сипаттарды беріп шығасыз дыбыстаған кезде, жарай ма?